Широ енді қай командада? Рамзес Nine Pandas командасынан кетті ме? Дота 2 бойынша үздік ұлттық құрама анықталды. Бәріне сәлем, менің есімім Маружан. Бұл Сайбер алаңның 15-ші жаңалықтар топтамасы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің шығарымдарымызды жіберіп алмас үшін YouTube арнамызға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Біздің бүгінгі демеушіміз HyperX компаниясы және бүгінгі шығарылымда біз осы компанияның атынан тағы бір керемет сыйлық ойнатамыз. Ұтыстың шартын білу үшін видеоны соңына дейін көріңіз. Естеріңізге сала кетейін, өткен аптада біз Kingston Fury компаниясынан сыйлықтар салынған сөмкені ойнатқан едік, және бұл кім жеңіп алған білу үшін біз арнайы тікелей эфир өткіздік. Тікелей эфирді Instagram парақшамызға салып қойдық. Сол жерден біле аласыздар. Ал бүгінгі ұтысқа қатысушыларға сәттілік. Бәріне сәлем, бұл Сайбер алаң және оның жүргізушісі мен Аружан. Өткен аптада біз қатысушыларымыздың, оқырмандарымыздың арасында Kingston Fury компаниясынан осындай сыйлық салынған сөмке ойнатқан едік. Және бұндағы ең басты сыйлық сіздің компьютеріңізге арналған осындай қатты диск. Ойынның негізгі шарттары біздің YouTube арнамызға тіркеліп, және осы 14-ші шығарылымның астына комментарий жазуыңыз керек еді. Қазір біз осы шығарылымның астындағы комментаторлардың арасынан рандомайзер арқылы жеңімпазды анықтаймыз. Олай болса кеттік. Міне, сілтемесін көшіріп аламын да рандомайзерге саламын. Біздің арнамыз, өздеріңіз көріп отырған шығарсыздар, осы шығарылымның астына комментарий жасаған қатысушылар. Және жеңімпазды бірге анықтасақ, 1, 2, 3. Incredible. CS2 авангард деп комментарий жазған екен. Сізді шын жүректен құттықтаймыз жеңісіңізбен. Және Kingston Fury компаниясынан сыйлықтар салынған сөмкені алуыңыз үшін өзіңіздің комментарийіңіздің астына электрондық поштаңызды қалдырыңыз, немесе Сайбер алаңның Instagram парақшасына жазыңыз. Біз міндетті түрде жауап береміз. Құтты болсын. Сауд Арабиясындағы Global Sports Games ойындарында Dota 2 бойынша Қазақстан құрамасы жеңіске жетті. Эр-Риядтағы жарыста отандастарымыз Оңтүстік Африка, Сауд Арабиясы және Малайзия құрамаларын жеңіп алға шықты. Жалпы командалық есепте Қазақстан Доминикана, Иордания және Украинамен бірге екінші орында тұр. Яғни бұл елдердің барлығының қоржынында бір алтын бар деген сөз. Ал бірінші орында 1 алтын мен 2 күміс жүлде иеленген Малайзия тұр. Қазақ Cyber Sport Federation'ның EOC-мен серіктестігімен құттықтаймыз. Компьютерлік периферия әлемдегі үлкен тәжірибесі мен беделі бар EOC Қазақ Cyber Sport Federation мен Қазақстан киберспортын дамыту үшін бас қосты. Бұл ынтымақтастықтың басты мақсаты Қазақстанның кез келген аймағындағы қолжетімді әрі қызықты e-спорт қалыптастыру. Сәтті серіктестік болуын тілейміз. Өткен аптада Қарағанды қаласында болған Аламан Қарағанды турнирінің жеңімпаздары анықталды. FC24 дисциплинасы бойынша Олжас Жасик FIFA Есентаевты жеңісімен құттықтаймыз. Ол финалда Cold Blood атты ойыншыға қарсы бақ сынасып, 3-1 есебімен жеңіске жетті. Турнир жеңімпазы, яғни Олжас 200 мың теңге еленсе, ал оның қарсыласы 100 мың теңгені қанжығасына байлады. Ал енді CS2 нәтижелеріне тоқталсақ. Авангар командасы финалда Темп Алматыға қарсы ойында жеңіске жетіп, Аламан Қарағанды чемпионы атанды. Тағы да құтты болсын. Авангар командасы бірінші орын үшін 800 мың теңге көлеміндегі жүлдені иеленді. Барлық қатысушылар барынша қызық ойын көрсетіп, көрерменге есте қаларлық әсер сыйлағаны анық. Жеңімпаздарды тағы да шын жүрекпен құттықтаймыз. Pinger Pro'дан тағы бір турнир. 20 желтоқсаннан бастап Clash Royale бойынша Теле2 Cyber Games 2-ші маусымына іріктеу ойындары өтіп жатыр. Турнирге әрбір қызыққан адам тіркеле алады. Топтық кезең 27-28 желтоқсанда, ал плей-офф 29 және 30 желтоқсанда өтеді. Бұл биылғы турнирлердің соңғысы болғандықтан турнир жеңімпаздары үшін керемет сыйлық болғалы тұр. 1 миллион теңгенің жүлде қоры үшін 1-ші және 8-ші орындағы командалар бақ таласады. Dota 2 бойынша Samsung Алматы Cup 2023 турнирі басталды. Іріктеу ойындары 19 желтоқсаннан бастап Single Elimination Best of 3 форматында өтіп жатыр. 23 желтоқсан күні Алматыда өтетін офлайн финалға тек 4 команда қатысады. Жүлде қоры жарты миллион теңге. Ал оның 300 мың теңгесін турнир жеңімпаздары иеленеді. Турнирді онлайн Pinger Pro YouTube арнасынан көре аласыздар.
Рамзас енді Nine Pandas командасында емес, бұны ұйым әлеуметтік желіде жариялады. Ұйым біз өзіміз үшін қиын, бірақ маңызды шешім қабылдадық. 2024 жылдан бастап Рамзас Nine Pandas командасының құрамында болмайды. Біз оған жарқын жобалары мен биылғы турнирде көрсеткен хайлайттары үшін алғыс айтамыз. Біз Ромаға сәттілік тілей отырып, алдағы маусымдағы матчтарда оны қарсыластар қатарынан көреміз деп үміттенеміз деп жазыпты. Клуб құрамындағы Рамзастың соңғы турнирі ESL One Kuala Lumpur 2023. Онда команда 11-12 орын алған еді. Әзірге Рамзастың алдағы жоспары белгісіз. 12 команданың қайсысы ESL One Kuala Lumpur 2023 жеңімпазы атанды. Өткен аптада біз сіздерге бұл туралы айтқан едік. Сонымен Малайзиядағы ойындардың жеңімпазы Azure Ray командасы. Естеріңізде болса, бұл команданы Maelstrom мақтап еді. Ойыншылар финалда гладиаторларды 3-2 есебімен жеңіп, $300,000 ие болды. Бір қызығы, турнир нәтижелеріне байланысты Vavitas Sagazes командасы тарап кетті. Олар 11-12 орын алып, тіпті плей-оффқа шыға алмады. Соған қарағанда команда үшін бұл соңғы мүмкіндік болған сияқты. Dota 2-дегі тұрақты бан сериясынан кейін ойындағы ереже бұзушылар саны біршама азайды. 2023 жылдың 15 желтоқсанынан бастап Холодрыжество ивентінің аясында ең ауқымды бан сериясы өткізілді. Ойын ережелерін бұзған қолданаушылар жазаланса, керісінше өздерін жақсы тұсынан көрсете білген ойыншылар марапат ретінде әртүрлі сандықтарды сыйға алды. Мыңдаған смурфтар да банға кетті. Virtus.pro ойыншысы Сайю өзінің телеграм жазбасында Valve'тен улы көмір алған туралы жаңалықпен бөлісті. Бұндай улы көмірді Valve компаниясы смурф аккаунты бар ойыншыларға жібереді. Ал сіз Valve'тен қандай сыйлық алдыңыз? Valve командасы Dota 2 бойынша жап жаңа 7-35 патчын жариялады. Кейіпкерлер мен элементтерге қатысты балансты өзгерістерден басқа жаңа ивент пен бәріміз көптен күткен өзгертілген интерфейс енгізілді. Ойыншылардың бұған қатысты пікірі әртүрлі. Мысалға, гладиаторлардың мидері Квен бұл патчтың ESL One Kuala Lumpur 2023 турнирінің барысында шыққанына онша риза емес сияқты. Ол eSports GG порталына берген сұхбатында патчтар үнемі осылай турнир кезінде шықпайтынына үміттенетінін айтты. Ал ресейлік киберспортшы Шведен Стронг ойындағы өзгерістерге риза екен. Әсіресе әзірлеушілердің айтымдерге аса көңіл бөлгенін атап, Solar Crest'ке жедел түрде нерф керек екенін айтты. Широ енді Team Spirit командасында. Бұл трансфер Широ қазан айының соңында Cloud9 құрамынан шығып, инактивке кеткеннен кейін болып отыр. Ол Team Spirit'тегі Artfrost'ың орнына келді. Екі ойыншы да бұл жағдай бойынша өз пікірін білдірді. Соколов жаңа команда. Қандай жетістіктерге жететінімізді көре жатармыз деген. Ал Artfrost болса жай ғана ескі жұмына өз алғысын білдіріпті. Негізі бұл трансфер туралы қауесет көптен бері жалғасып келе жатыр, және өздеріңіз білетін инсайдер, яғни Overdrive'тың айтуынша трансфер құны шамамен $1 миллион. Ал үздік ондыққа кіретін ойыншылар үшін бұл әдеттегідей баға. Ал енді Blast Premier World Final 2023 нәтижелеріне тоқталайық. Vitality командасы турнир финалында FaZe кланды 2-0 есебімен жеңіп, чемпион атанды. Бұдан бөлек команда $500,000 көлемдегі жүлдеге ие болды. Eshal TV деректеріне сәйкес, Vitality командасының ойыншысы Zaivu турнирдің ең үздік ойыншысы, яғни MVP атанды. FaZe клан екінші орынға ие болып $250,000 алды. Ал Navi және Mouse командалары 3-4 орынды бөлісіп, әрі қайсысы $85,000 ұтып алды. Естеріңізге сала кетейін, турнир 13-17 желтоқсан аралығында Абу-Дабиде өтті. Сауд Арабиясының Falcons клубы CS2 бойынша жаңа европалық құрамын ресми түрде таныстырды. Құрамда Мухаммед Барос Малхас, Эмиль Меджис-Крейв, Марко Снеппи, Пфайфер атты ойыншылар бар. Сондай-ақ оларға бұрынғы Энс ойыншылары Павле Мадин Башкович пен Альваро Санпеяс Гарсия қосылды. Ал команда жаттықтырушысы Дэнни Зоник Соренсон. Кейбір қолданушылар команда байсалды көрінеді. Зоник өзінің бар өнерін көрсетеді деп үміттенеміз. Ал құрамнан керемет нәтижелер күтеміз деген. Айтпақшы, команда құрамы дәл инсайдерлер болжағандай екен.
Cloud9 мен One Piece анимесі бірлесіп жаңа киім топтамасын ұсынды. Cloud9 енді One Piece анимациясына жауапты Toei Animation студиясымен серіктес екенін хабарлады. Топтамада ходилер, футболкалар, спорттық шалбарлар және тағы да басқа киім үлгілері бар екен. Киім дизайнер Роноа Зора және Тони Чоппер сияқты әйгілі аниме кейіпкерлерінің негізінде салынған. Сондай-ақ киім жұлдызды қалпақты бейнелейтін қарақшылар туының дизайнымен безендірілген. Оған қоса мерчтің бағасы да ап-арзан. Атап айтсақ, $100 аспайды. Өзіңізге сатып алар ма едіңіз? Пікірге жаза кетіңіз. Ал енді біздің серіктесіміз туралы айтайық. Біз 8-ші шығарылымнан бері HyperX компаниясының осындай квадкаст микрофонымен түсірілім жасап жатырмыз. Ал сіздер бізбен бірге қай шығарылымнан бері келе жатырсыздар? Осыны комментарийге жаза кетіңіздер, және комментаторлардың арасынан бір адамға, рандомайзер арқылы таңдалған бір адамға біз HyperX компаниясынан осындай хас 2 ойынның тышқанын сыйға тартамыз. Және ұтыстың басты шарты біздің YouTube арнамызға тіркелген болуыңыз қажет. Ендеше, сәттілік! Бұл ұтыстан ешнәрсе ұтып алмаған болсаңыз, онда көңіліңізді түсірудің қажеті жоқ, өйткені HyperX компаниясының техникалық құрал жабдықтарына керемет жеңілдіктер болып жатыр. Cloud9 ойыншысы Денис Шарипов екінші рет әке атанды. Бұл қуанышты жаңалықты оның әйелі Дарья Инстаграмдағы өзінің жеке парақшасында бөлісті. Нәрестенің қыз немесе ұл екені әлі белгісіз. Жанкүйерлер киберспортшы мен жұбайын құттықтап жатыр. Және Cyberland командасы да Денис Шариповты құттықтайды. Олар тіпті Шариповтың электроник нигін келемеждеп, Папатроник деп өзгертіп жатыр. Естеріңізге сала кетейін, ойыншы Cloud9 командасына тек биыл ғана қосылды. Бұған дейін ол Нави командасының құрамында болған еді. Fortnite'те Таспақа Нинзя мен жаңа коллаборация. Ойында 4 Таспақа Нинзя мен журналист Эйприл О'Нилдің скиндері пайда болды. Скиндердің бағасы $1500 немесе $1600. Сондай-ақ $3400 тұратын 4 Таспақа мен қосымша заттары бар бандлда пайда болды. Костюмдердің әр қайсысында бөлек режимде қолдануға болатын Lego нұсқасы бар. Epic Games бұған дейін жаңадан қосылған режимдер енді негізгі болатын және оның әрдайым әртүрлі контентпен жаңартылып тұратынын хабарлаған. Қазақстандықтар видео ойындарға қанша қаражат жұмсайды, және қаражат жұмсағандардың бәрі қазақстандықтар ма? Тенгриньюс талдаған Google салығы деректеріне сәйкес 9 айда жұмсалған қаражат, сенесіздер ме? 28 миллиард теңге. Қазақстандықтардың арқасында шамамен ең көп табыс тапқан Valve Corporation екен. Бұл корпорацияда өздеріңіз білетін Steam геймерлік платформасымен Half-Life, Portal, Counter-Strike, Left 4 Dead, Team Fortress 2 және Dota 2 сияқты ойындар бар. Valve бойынша барлық сома 25 миллиард теңгені құрайды. Алайда бұл көрсеткіштің басым бөлігін санкцияға іліккен ресейлік ойыншылар құрайды деген болжам бар. Біз Cyberland командасы Қазақстандағы киберспортты дамыту және киберспортқа қатысты қазақ тілінде ақпарат тарату мақсатында апта сайын осындай жаңалықтар топтамасын шығарып отырамыз. Біздің шығарымдарымызды жіберіп алмас үшін YouTube, Telegram арнамызға және TikTok пен Instagram парақшамызға тіркеле кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Аружан, келесі аптада кездескенше.